Бүгін мен кешкі асқа осылай тауық етін қуырдақ жасадым. Соны сіздерге жасағанымды көрсетейін деп ойладым. Осылай керемет қуырдақ болып шықты. Менімен бірге соңына дейін қарап, қолдап, тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетіңіз. Ең алдымен осылай еттерімізді бөлшектеп майдалай өтіп турап аламыз. Бұл мендегі тауық, үлкен түйе тауық ет деп айтамыз, үндік. Әр жерде әр түрлі айтады ғой. Соны осылай бөлшектерге бөліп турап алдым. Бұл кәдімгі магазиннің окорашкасынан ерекше басқа дәмдірек болады. Үйдің тауығы. Сол себептен окорашкаден гөрі осылай үй тауықтарын жасап пісіріп жесеңіздер өте күшті болып шығады. Ең алдымен осылай майымызды қыздырып, барлығын бір жуып салатын боламыз. Және осы суы шығады шамалап, соны жай отта бұқтырамыз. Өзінің осылай суы тартылғанша жай отқа қоятын боламыз. Осылай өз суында бұқтырып аламыз да, және үстінен тағы да шамалап қайнаған су құйып, баяу отта 1 сағаттай бұқтырып қоямыз. Қатты отта қайнатпаймыз, осылай баяу отта қайнатамыз, өйткені етіміз қатты болып қалады. Міне 1 сағат уақыт өткенде біздің суымыз тартылды. Енді оның үстіне пиязымызды саламыз. Алдын ала бәрін дайындап қойдым. Осылай бір араластырып, оның үстіне туралған сәбізімізді салатын боламыз. Және осы екеуін бір 10-15 минутқа тағы да жай отта бұқтырамыз. Біраз уақыт өткенде картопымызды саламыз. Картоп тез пісетін болғандықтан бұны көп неғылмаймыз. 20 минутта дайын болады. Бір араластырып жіберіп, баяу отқа қойыңыздар астын. Осылай жақсылап бір араластырып аламыз. Енді үстіне дәмдеуіштерімізді, тұздарымызды салатын боламыз. Татымына қарай салсаңыздар болады. Мен етім бір тұздалған, шамалап тұз салдым. Және үйдегі бар бұрыш, приправа, лавр жапырақ, чесноктарын салдым. Ерекше дәмді болсын деп. Қара бұрыш салсаңыздар да болады. Қара бұрыш өзгеше дәм береді. Осылай бір салып араластырып аламыз да, бір 20 минутқа қоямыз. Тамағымыз дайын болды. Суы тартылып, бәрі пісіп шықты. Енді бір 10 минутқа қоя тұрамыз. Астын өшіріп, шамалы дем алу керек. Содан соң осылай табаққа салып ұсына береміз. Еті де жұмсақ болып, әдемі болып шықты. Жасап көріңіздер. Магазиннің окорашкасынан осылай үйде тауықтарыңыз болса, сол тауықтың етінен өте дәмді шығады. Менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Қоңыраушаны бассаңыз, менде жаңадан видеолар шығатын болады. Келесіде тағы да қызықты, өте пайдалы видеолар салатын боламын. Мен бұл тамағыма көп уақыт кеткен жоқ. Бар жоғы 1,5 сағат уақыт кетті. Еті жұмсақ болып, езіліп пісті. Мен бетіне осылай пиязға бұрыш пен тұзды араластырып септім, және бар болса көк пияздан да салуға болады. Тамағымыз ерекше болады. Баршаңызға сәттілік болсын, астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.